саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен past perfect өтетін боламыз. Жалпы past perfect дегеніміз не? Past perfect ол бізде аяқталған өткен шақты білдіреді. Жалпы өткен шақтың past simple дейміз. Ол past simple'дың алдындағы болған іс-әрекетті сипаттау үшін біз осы past perfect'ті қолданамыз. Яғни өткен шақтың алдындағы болған оқиғаны біз осы past perfect'пен сипаттаймыз. Ендеше алдымен формуласына тоқталайық. Формуласы ол бізде subject. Subject plus had plus verb 3 немесе ed. Жалпы verb 3 немесе ed дегеніміз не? Сіздер білесіздер, өткен шақ бізде бұрыс және дұрыс етістікпен жасалады, past simple. Дұрыс етістік біз ed жалғаймыз, ал бұрыс етістік бізде өзгереді. Яғни past perfect'те бізге бұрыс етістіктің үшінші формасы керек. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, егер go-ды алатын болсақ, go етістігіне, go-дың екінші формасы went. Үшінші формасы ол gone. Яғни біз past perfect'те осы үшінші формасын қолданамыз, ол бізде gone. Тағы да бір мысал, be деген to-be алайық, be етістігін алайық, be. Өткен шақта was немесе were болады. Was немесе were. Енді үшінші формасы ол бізде been. Яғни біз қолданамыз осы үшінші формасын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тағы да біреу алайық, мысалы do етістігі. Өткен шақта past simple'да did болады, ал past perfect'та done. Яғни біз осы done деген үшінші формасын қолданатын боламыз. Ендеше мысалға келіп тоқталсақ, алдымен біз қазір болымды мысал жасайық. Кеттік. Мысалы, Karen вечеринкаға келген кезде Пол үйге кетіп қалған. Яғни вечеринкаға келді Karen, бірақ Пол ол Karen келмей тұрып кетіп қалды. Қазір мен сіздерге мысалмен түсіндіретін болам. When Karen arrived at the party, яғни Karen вечеринкаға келген кезде Пол үйіне кетіп қалған. Paul had gone home. Paul үйіне кетіп қалған. Қарасаңыздар, when Karen arrived ол бізде past simple. Вот Karen вечеринкаға келген кезде Paul үйіне кетіп қалған. Яғни Karen келмей тұрып болған іс-әрекет. Келесі тағы да бір мысалға тоқталайық. Өткен түнде біз үйге келгенде үйге біреулердің түскенін түсіндік. Яғни үйге бір ұрылардың немесе біреулердің кіргенін білдік. When we got home last night, we found that somebody had broken into our flat. Яғни біздің пәтерге біреудің кіргенін білдік. Қарап отырсаңыздар, when we got home біз үйге жеткен кезде last night өткен түнде деп тұр. Өткен түнде үйге жеткен кезде біз үйге біреудің кіргенін білдік. Яғни that somebody had broken into our flat. Had broken бізде past perfect'та тұр, байқап тұрсаңыздар, себебі іс-әрекет олар үйге келмей тұрып, біреу ол үйге кіріп кеткен. Сондықтан іс-әрекет алдында болып тұр, ал бірінші болып тұр. Сондықтан да біз қолданамыз past perfect, had broken into our flat. Келесі енді болымсыз мысалға тоқталайық. Мынау бізде болымды болды, енді болымсыз. Мысалы, үйдің іші лас. The house лас болды дейік. The house was dirty. Яғни үй лас болды. Себебі неге лас болды? Алдындағы процесс, олар 2 апта бойы үй жинамады дейік. They hadn't
they hadn't cleaned it for 2 weeks. Деген 2 апта бойы. For 2 weeks. Осығанға дейін үй лас болды. The house was dirty. Неге лас болды? Себебі оның алдында 2 апта бұрын үй тазаланбады. They hadn't cleaned it for 2 weeks. Болымсыз сөйлемге айналдырған кезде біз hadқа not жалғау арқылы hadn't айналдырады. They hadn't cleaned it for 2 weeks. Кеттік, тағы да бір мысалға тоқталайық. Ұшақта отырған, менің жанымда ұшақта отырған адамдар мазасыз болды, себебі олар осығанға дейін самолетпен ұшпаған. Кеттік. The people sitting next to me. Қайда? Самолетта дедім, я? On the plane. Мазасыз болды. Were nervous. Неге? Себебі олар осығанға дейін самолетпен ұшпаған, я? They hadn't flown before. Осығанға дейін самолетпен ұшпаған. Яғни, the people sitting next to me on the plane were nervous. Мен уже самолетпен ұшып келіп қойдым. Процесс осығанға дейін болды. Мен айтып жатыр, менің жанымда отырған адамдар самолетта мазасыз болды. Себебі олар осығанға дейін самолетпен ұшпапты. Сондай жағдайда мен қолданам they hadn't flown before. Flown дегеніміз, яғни flyдың үшінші формасы fly, flew және flown деп жазылады. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді сұраққа айналдырақ. Жалпы сұрақ қойған кезде қалай қоямыз? Мысалы, мен Парижде болдым дейін. I went to Paris. Енді маған сұрақ қояды. Сен ол жерде осығанға дейін болдың ба деп қойған жағдайда сіздер hadпен қоясыздар, яғни perfect. Had you been there? Ол жерде осығанға дейін, яғни before. Had you been there before? Сен ол жерде болдың ба? Yes, I had. Себебі, мен ол жерде болдым. Ал егер мен болған жоқпын десе, мен айтам no, I hadn't. No, I hadn't. Яғни мен ол жерде болған жоқпын. Келесі сұрақ. Мысал айтайық, кеше мен кинотеатрға бардым деген. I went to the cinema кеше. Yesterday. И мен не көрдім? I saw нені мысалы бір фильм алайық, кеткен фильм. I saw Avengers. Яғни мен Мстителейді көрдім. Енді сұрақ қоямыз. Қалай сұрақ қойсын? Сен осығанға дейін Мстителерді көрдің ба? Had you seen it before? Had you seen it before? Также жауап бересіздер, егер көрсеңіздер yes. I had. Егер көрмесек no, I haven't. No, I haven't. Жалпы сұраулы сөйлем бізде осылай жасалады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі past simple мен past perfect'ің айырмашылығы не? Соған тоқталайық. It wasn't at home when I phoned. Яғни ол қайда болды? Ол өзінің анасының үйінде болды. She was at her mother's
mother's house. Яғни ол анасының үйінде болды. Мысалы, тағы да бір мысалға тоқталайық. Сен келген кезде Том сол жерде болды ма? Was Tom there when you arrived? Мысалы, сен келген кезде Том сол жерде болды ма? When you arrived. Сұрақ. Қалай айтасыз? Иә, ол болды. Yet, бірақ та ол содан кейін шығып кетті. But he left afterwards. But he left afterwards. Яғни ол содан кейін шығып кетті. Бұл бізде past simple көріп тұрсаңыздар, Кейт мен звондаған үйде болған жоқ, ол өзінің мамасының үйінде болды. Немесе сен келген кезде Том сол жерде болды ма? Иә, болды, бірақ ол содан кейін шығып кетті. Left, өткен шақ көрсетіп тұр, past simple. Енді келесі осы сөйлемдерді біз perfect-қа айналдырайық. Мысалы, мен үйге телефон хабарласқан кезде Кейт жаңадан үйге келді дейік. Kate had just got home. Үйге жаңа ғана келді. Қай кезде? Мен уже телефон соққан кезде. When I phoned. Яғни мен телефон соққан кезде ол жаңадан ғана үйге келді. Себебі ол қайда болдым дедім? Анасының үйінде болды. Яғни қысқартып біз she'd деп жазсақ болады. She'd been at her mother's house. Яғни ол анасының үйінде болды. Анасының үйінде болды. Жалпы осылай жасалады бізде. Kate had just got home when I phoned. She'd been at her mother's house. Яғни ол қайда болды? She had been, мына жерде көріп тұрсаңыздар, perfect ол болды. Мына жерде she was өткен шақта. Кетті. Келесі past perfect-қа айналдырайық. Was Tom there when you arrived? When you arrived. Сен келген кезде Том сол жерде болды ма? When you arrived. Қалай жауап береміз? Жоқ, ол уже кетіп қалған. No. No, he'd already left. Ол уже шығып кеткен. He'd already left. Айырмашылығы осында. Past simple ол бізде аяқталған іс-әрекетті білдіреді және уақытын көрсетеді. Past perfect сол өткен шақтың алдындағы болған іс-әрекетті сипаттаған кезде қолданылады. Яғни алғашқы past simple болғанға дейінгі оқиғаны көрсету үшін біз осы past perfect-ті қолданамыз. Көп жағдайда past perfect-та бізде уақытты көрсетілмейді, қашан болғаны. Жалпы сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге тағы да сіздерге көбірек қып түсіндіруге тырысамын. Сау болыңыздар. Рахмет.